Сәлем құрметті оқушылар, бүгін бізде Pythonның 5-ші сабағы. Видеоны санды енгізу және де шығару. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп алыңыздар. Каналға тіркелген болсаңыздар, сабақты бастайық. Ең алдымен осы затты білмес бұрын алгоритм деген не екенін есімізге түсіріп алсақ. Алгоритм дегеніміз белгілі бір мәселені шешу немесе мақсатқа жету үшін орындалатын іс-әрекеттердің рет-ретімен орындалуын сипаттайтын ережелер жиынтығы. Алгоритм нақты қадамдардан тұрады және олар белгілі бір тәртіппен орындалады. Сол алгоритмнің ішінде ең қарапайым түрі ол сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм командалар бірінен кейін бірі ретімен орындалатын алгоритмнің түрі болып табылады. Сызықтық алгоритмге мысал келтірсек, сіз мысалы ұйқыдан тұрғаннан кейін сіз мектепке кетуіңіз керек. Дәл осы аралықта сіз ұйқыдан тұрасыз, жуынасыз, таңғы асыңызды ішесіз. Сосын мектепке дайындаласыз және де мектеп ең соңында мұнда мектепке кетесіз. Яғни дәл осы бізде сызықтық алгоритм болып табылады. Іс-әрекеттер бірінен кейін бірі қадаммен орындалып отырады. Мынау бізде сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм ең алдымен басы белгіленеді, сосын енгізу және де командаларды жасалынады, соңында шығару және де ең соңында соны болады. Мысалға бізде ең алдымен басы және де жаңа айнымалы енгіземіз, айнымалыны бірге арттырамыз, 2-ге көбейтеміз және де 2-ні азайтамыз, 2-ге бөлеміз, сосын айнымалын басып шығарамыз. Бізде дәл осы реттілікпен орындалады, осы бізде сызықтық алгоритм деп аталады. Сызықтық алгоритмде қолданылатын бізде 3 түрлі блок бар. Ең алдымен алгоритмнің басы және де соны осындай сопақшамен белгіленеді. Енгізу және шығару осындай параллелограммен белгіленеді және де командалар тіктөртбұрышпен белгіленетін болады. Мұнда қарап отырғанымыз басында енгізу және де шығару бізде параллелограм, басы және де соны сопақша және де командалар тіктөртбұрышпен берілген. Енді бізде санды енгізу үшін айнымалының атауын жазамыз және де int input деген функцияға теңестіретін боламыз. Ал енді санды шығару үшін бізде parent оператор қолданылатын болады. Оны бізде 3 түрлі тәсілмен қолдануға болады. Ең алдымен айнымалының атауын ғана жазамыз. Айнымалының мәні бізде жаңағы шығатын болады. Келесі бізде санның өзін жазып қойсақ болады. Ал ең соңында бізде жаңағы бірнеше айнымалыны үтір арқылы бөліп жазып кетсек болады. Келесі бізде осы parent операторында қолданылатын sep операторы. Sep бізде шығару элементтерінің арасын бөлу үшін қолданылады. Яғни мұнда айнымалысы 4-ге, ал b 2-ге тең. Енді a және де b-ны біз басып шығарамыз және де ортасына қандай таңба тұруын қаласақ, sepке дәл осыны жазатын боламыз. Мысалға мен алу таңбасын қойдым. Мұнда 4 азайтылған 2 деген нәтиже шықты. Енді бізде соңғысы ол форматтау. Форматтау дегеніміз жазуды, мәтінді кез келген өзің қалаған орынға шығару, яғни басына, соңына немесе ортасына шығару үшін қолданылады. Ең алдымен форматтауда біз мына сөзді нүкте формат деп жазамыз және де сол жақшаның ішіне біз қажетті сөзді жазып қоямыз. Мысалы ортасы, яғни ортасы деген сөз шығады оңға, солға. Енді мына жерді түсіндіре кететін болсам, бізде мынау осы таңба қажет және де мынау 20 деген сан бізде маңызды болып табылады. 20 деген сан мұнда 20 таңбадан тұратын дегенді білдіреді. Яғни мына жерде бізде 20 таңба сиятын орынға біз ортасы дегеніміз жазуды жаздық және де дәл осы таңба бізде ортаға шығаратын болады. Яғни 20 таңба сиятын жердің қақ ортасына ортасы деген сөзді шығарды. Ал келесі бізде мынау көп белгісі ол сөзді оңға қарай жылжытады. Яғни 20 таңба сиятын жердің ең шетіне оң жағына осы сөзді жазатын болады. Ал келесі мынау бізде 20 таңба сиятын жердің сол жағына осы сөзді жазып қоятын болады. Енді практикалық тапсырмаларға келсек, айнымалының жазылу ережелерін біз есімізге түсіруіміз керек және де соны түсіру арқылы айнымалын белгілейміз және де int input деген функцияны жазамыз. Және де біз осы input'ın ішіне сөз жазып қоюымызға болады. Мысалға, санды енгіз деп.
Енді біз дәл осы санды басып шығару үшін парент операторын қолданамыз. Және де айнымалының атауын жазамыз. Енді Ctrl+S батырмасын, одан кейін F5-ті басқан кезде бізде жүретін болады. Код 78 санын жазғанда бізде 78 саны басып шығарылды. Ары қарай біз өзіміздің алдыңғы сабақтағы білімдерімізді қолдана отырып кодты түрлендіре аламыз. Мысалға бізде қалдықты есептеу дейтін оператор болды. Ол бізде пайызбен. Енді аны бізде 5-ке бөлгендегі қалдығын анықтай аламыз. Мына жерде аның 5-ке бөлінгенде қалдығын анықтайды, және де қайтадан оны бізде а айнымалысына теңестіретін болады. Сол арқылы бізде парентте аны 5-ке бөлгендегі қалдық шығатын болады. Қайтадан Ctrl+S және де F5 батырмасын басамыз. Мысалға 56 санын енгізген кезде бізде қалдық бәргеден, яғни дәл осылай шығатын болады. Ары қарай өздеріңіз кодты түрлендіріп есеп шығарсаңыздар болады. Алда тағы да сабақтар шығатын болады, сондықтан да маған тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше.